соғысқа. Біріншісі Мұхтар Әуезов, екіншісі Қаныш Сәтпаев, үшіншісі Бейсенбай Кенжебаев, біреуі Бекмаханов. И бәрін тағы да осы істі бастаған үшін, қазақтар кітап оқыған үшін 51 жылы 25 жылдан бәрін Сібірге айдап жіберген. Олар кетіп қоя береді. Қайтып келеді, келгендердің ішінен біреу ғана выживать еткен 2004 жылы 2004-ке дейін келді. Қаймұхамед хан. Назарбаевтан. Сол. Қалғанның бәрі Бекмахан, Қажым Жұмали, бәрі Есмағамбет Смайылов, бәрі өліп қалды. Сондықтан мына кітаптарды сіздердің көрмейтін себептеріңіз сол. Енді келесі видеоны қойыңыз. Мына мен балам, бұл Астанада Бәйтеректің түбінде 68-ші мектепте сол жерде оқиды. Бұл 13 жасқа дейін бұл балаға салынып орыс тілін үйренуге, салынып ағылшын тілін үйренуге тыйым салынды. Тек мектептегі жағы it is a pen, it is a apple, I am from Астана, ла-ла-ла, there is a Бәйтерек, it's very nice деген сияқты 4 сөз жаттап алсаң жетеді. Ал 13 жасқа шейін мына сол жақ құлағыңнан кірген даналық әңгіме тіліңнен төгілетін болсын. Егер қазақша әдеп, тәрбие, трансцендентті құндылықтар көкірегіңе сіңбейтін болса, ертең қуыс кеуде боласың, айтпады да. Одан кейін сен жарытпайсың. Сен бір нәрсеге қызығып, бір нәрсеге ұмтыла алмайсың. Сондықтан бұрын итар 1801 жылы бір ғана авиаронмен шұғылданса, менің алдымда мына жерде 120 авиарон отыр қазір. Мынаның отырған 100 баланың 60-ы Астанадан келеді, 40-ы Алматыдан келеді. Ауылдан келген балдар Шардарадан 4-ақ бала келген. Семейден біреу, Атыраудан біреу. Не үшін келеді? Бәрі авиарон болып кеткен, телефон жеп қойды. Келеді, бәрі телефон сыпыр боласын, жерде жатады. Бәрі кеткенге дейін бата беріп үйрену керек. Бала кезінен қарттыққа дайындалу керек. Енді мына баланы тыңдайық енді, бұл не дейді бұл енді, не өнері бар екен. Дауысын шығарыңызшы. Таси берсін дәулетің, жарасып сән сәулетің, сыйлы болып бастан, жүзге жетсін жастан. Беткерегі Мұхаммед, Ясынағы Қожахмет, баптарын бабы Арыстан бап, мадақтайын сіздерді, Сайрамдағы сансыз бап, Түркістанда түмен бап, отырарда 30 бап, ардақтайын сіздерді, қазы құртта жүрген бап, қара құрда жатқан бап, ғайы берен қыршілтен, сыр етейін сіздерді, сенгі аты әулием, нұрмалағана әулием, қамбарата әулием, нұр етейін сіздерді, баба түкті шашса дейін, ыбырайып қара шаш, жыр етейін сіздерді, ұқаша тақсата, ұзын атақ шата, көктімді тақшата, тербетейін сіздерді, асашы баба темірші, қарахан ата айшапа, есір кеңіз біздерді, бір етейін сіздерді, шадияр болсын, достасын, Мұхаммед болсын, қостасын, Қыдыр болсын, жолдасын, Ұлықпан болсын, құрдасын, сырнып кеткен жерінде жеті әулие, жеті пір, кереметімен қолдасын, төбеңізді торласын, көңілге алған алапты бір жасаған Құдайым құдіретіменен оңдасын. Мынаны көріп ойлап қалмаңыздар. О! Бар екен бұл оқытатын жер. Мына келген мен де балам жаза алмайсыз. Ине шаншар орын жоқ. Bu yerге ағайын туыс тамыр-таныс 1 жыл 2 жыл бұрыннан бәрі бронет етіп тастайды. Кіре алмайсыз просто. Сондықтан сразу үміттеріңізді кесемін дағында екінші үміт есігін ашамын. Астанада оқытатын ана бала бар. Ол Астанада өз бөлек оқытады. Ақшасына бір теңгесінен келісесіздер. Жезқазғанның баласы осымен. Сөйтіп қана жан сақтай аласыздар. Басқа жол жоқ. Қазір енді өстіп мына әдепті үйрететін осында құндылықтарға бет бұру басталды қазір. Естіріс адамдар бәрі ағылшын тіліне табынудан қашып отыр. Не үшін? Балдарын алғандағын 6 жасынан английский үйреткен. Қуыс кеуде батыстың либеральный ценностерін бәрі сіңіріп алған. Европаға, Америкаға кеткен. Сояқта Куба, Мексиканец біреулері күйеуге тиіп, қызын баласын қақта қалған таппай қалды қазір. Сонымен де тоқтатыңдар, алдын кеткендердің бәрі қайтып келген жоқ. Ана, жібектен өзім барып, сүйінші сұрайын, құда қашан келеді десе, шектіден қол да келмейді, құда да келмейді дейтін бар ма төлегеннің? Сол сияқты Америкада құда да келмейді, қол да келмейді, ақша да келмейді. Сондықтан қызымды английский оқытып қойсақ, ертең бай американский күйеуге тиеді да, пашық-пашық ақша жібереді деген иллюзияны қойыңыздар. Бірақ жолдарыңыз бар. Балдарыңызды қайраткер, күрескер, білімді, табанды, көкірегі
құндылыққа толған азамат өсіресің, қайттан қаншып шығарасың, қайттан мұхтарып шығарасың, қайттан өзбек алып шығарасың, сонда ғана жаның жай табады. Одан басқа ешқандай шанс қалған жоқ бізге. Так, бұдан кейін енді бұған бұл сенің әшейін ауылыңда істеп жатқан 100 бала не болады жаным айналайын. Бүкіл Қазақстанда қанша авиарон бар дейсіздер ғой. Тұра тұрыңыздар. Бұда келесі бір видео шығарыңызшы маған, ана жақтан, басқа жақтан келеді. Басқа видео шығарыңыз маған. Давай, Самара, дайын тұрмайсыңдар ма? Так, бұл емес, бұл соңынан беріледі. Бұдан басқасын бер, ана. Кімді бер? Мынау Орал, Батыс Қазақстан. Қараңыздар, ояқта қалай күресіп отыр авиарондармен. Жібер. Қайда? Көшем қарап үйге. Не бар онда? Өмір бар, өмір. Міне қара. Келесі тоқтай тұр. Манарбек екіншісін қой. Түсіндірем сіздерге. Мынаны уже ауыл аймақтағылардың бәрі контрольдан шығып, балдардың бәрі кітап оқымайтын, бәрі авиарон болып кеткеннен кейін, мынаны еріктілер бар көмектесіп отыр. Кітап сатып алады, 100 кітап. Мектепке барады тағыны, тегін таратады тағыны, оқу жарыстырады, бір ай уақыт береді, дедлайн қояды. Сосын 300 мың, 400 мың теңге ақша тегеді. Балдар деген жарысады. Сіздер бүйтіп ойлайсыздар ғой енді, бір мектепте 30 бала бар, 10 бала қатысады бір класстан деп, 20 бала авиарон жоқ қалалмайды екен. Тәжірибеден біліп алдық ол. Неге дейсіздер ғой? Бір класста 30 бала, 10 бала қаншты оқыды да соның дертін жұқтырды, ауырды бір айдың ішінде. Сол 10 бала қалған 20 баланы жеп қояды. Ана әңгіме айтып, ана қосып алады. Сөйтіп тағына келесі айналымда аналар келіп қосылады. Сөйтіп көбейіп кеткен, енді кітап жеткізе алмай, кітаптың бәрі Ақтөбеден Оралға кетіп жатыр қазір. Енді екіншісін көрейік, кәні. Қайда? Көшем жалпақталға. Не бар онда? Өмір бар, өмір. Міне қара. Осылықта бұл сияқты нәрселер әр отбасы ішінде бір дәстүр болып қалыптасады. Muhammad,